Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып пенициллиндер. Бұл тақырыпты бастамас бұрын біз бактериялар жайлы қысқаша айтып өтейік. Бактериялар жасуша қабырғасы және боялу ерекшеліктеріне байланысты екі топқа жіктеледі: грамм оң және грамм теріс деп. Грамм оң бактериялар бізде грамм әдісі арқылы бояғанда көк түске боялады, ал грамм теріс бактериялары бізде ашық қызғылт түске боялады. Егер бактериялардың жасушасын адам жасушасымен салыстыратын болсақ, адамның жасушасы жасуша мембранасынан тұрады сыртында. Ал бактерияларда жасуша мембранасынан бөлек, оның сыртында жасуша қабырғасы болады. Адам жасушасында жасуша қабырғасы болмайды. Енді грамм оң және грамм теріс бактериялар салыстырайық. Екі бактерияда жасуша мембранасы болады, немесе цитоплазмалық мембрана деп аталады. Және одан бөлек жасуша қабырғасы болады сыртында, және жасуша қабырғасы пептидогликаннан тұрады. Грамм оң бактериялардың жасуша қабырғасы қалың болады, және грамм теріс бактерияларда жасуша қабырғасы жұқа болады. Және кейбір бактерияларда сыртында капсуласы болады. Енді грамм теріс бактериялардың ерекшеліктері: оларда екі мембрана болады, ішкі мембрана және сыртқы мембрана. Екі мембрана ортасында жасуша қабырғасы болады, пептидогликаннан тұратын, және осы аралықта екі мембрана арасындағы аралық қуыс бізде периплазма деп аталады. Және периплазмада кейбір бактерияларда арнайы ферменттер болады, бета-лактамаза деген. Олар жайлы толығырақ айтатын боламыз. Және грамм теріс бактериялардың сыртқы мембранасында арнайы каналдар болады, пориндер деп аталады ол каналдар. Және бұлардың қызметі қоректік заттарды енгізу және қалдық заттарды сыртқа шығару болып табылады. Енді пенициллиндердің структурасы, құрылымы. Пенициллиндер екі сақинадан тұрады. Ол тиазолидин сақинасы және бета-лактамды сақинадан тұрады. Тиазолидин сақинасы тек қана пенициллиндерде ғана бар, пенициллиндер ғана тән. Ал бета-лактамды сақина пенициллиндерден басқа цефалоспориндерде, карбапенемдерде және ацетонам антибиотигінде табылады. Сондықтан бұл антибиотиктердің барлығы пенициллиндер, цефалоспориндер, карбапенемдер, ацетонам, бета-лактамды антибиотиктер деп аталады. Және пенициллиндердің шеткі тізбегі болады. Бұл шеткі тізбек әртүрлі пенициллиндерде әртүрлі болып келеді. Сол тізбекке байланысты пенициллиндер ерекшеленеді бір-бірінен. Енді әсер ету механизмі. Жаңа айтып өткендей, бактериялардың сыртында жасуша қабырғасы болады. Және сол жасуша қабырғасын синтездейтін және жасуша қабырғасын бұзатын арнайы ферменттер болады. Және бактерия сол қабырғаны арнайы бұзып әрдайым қайта жасап отырады. Әрдайым сол жасуша қабырғасын жаңартып отырады, бұзып және қайта жасап. Және сол бактерияның қабырғасын қайта жасауға қатысатын ферменттер бізде транспептидазалар деп аталады. Транспептидазалар, жаңа айтып өткендей, жасуша қабырғасы бактерияның бізде пептидогликандардан тұрады. Сол пептидогликандарды бір-бірімен байланыстыратын ферменттер. Және ол аланин қалдықтарымен байланысады. Қазір толықтай айтатын боламын. Мынау фотода көрінгендей, мынау тұрған бізде пептидогликан. Және пептидогликан бізде екі түрлі заттан құралады. Ол бізде мына жерде көрсетілген қызыл точка және көк точка болып. Қызыл точка бізде ол N-ацетилглюкозамин, және көк точка бізде ол N-ацетилмурамин қышқылы. Осы екеуі қосылып бізде нені түседі? Бізде бұлар пептидогликанды түседі. Енді пептидогликан түзілгеннен кейін олар бір-бірімен байланысу керек. Бір-бірімен байланысады. Мына жерде көрсетілгендей, мынау қызыл байланыстар бізде осы жасуша қабырғасында пептидогликанды бір-бірімен байланыстырады. Сол бір-бірімен байланыстыратын бізде фермент транспептидазалар деп аталады. Енді мынау суретте көрсетілген, мынау бізде фермент транспептидаза. Транспептидаза ферменті басқаша пенициллинді байланыстыратын протеин деп аталады. Және мына жерде суретте көрсетілгендей, мынау бізде жаңағы пептидогликан. Және пептидогликанда мынандай арнайы ақуыздық, нәруыздық жаңағы өсінділер болады. Сол өсінділер бір-бірімен байланысады. Оны байланыстыратын бізде осы транспептидаза ферменті, транспептидаза. Транспептидаза ферменті мына жерде екі аланин амин қышқылына байланысады. Аланин бізде қызыл түспен берілген, мына жерде қызыл түспен. Мына жерде қараған кезде мына жерде екі аланинға байланысады. Аланинға. Және аланинға байланысқаннан кейін ол аланинді лизинмен байланыстырады. Аланинді лизинмен байланыстыру арқылы екі пептидогликан
бір-бірімен байланысады. Осы арқылы жаңағы жасушаның қабырғасындағы ферменттер жұмыс жасайды және жасуша қабырғасы әрдайым жаңарып отырады. Енді пенициллиндер қалай әсер етеді? Пенициллиндер жаңағы жасушаның қабырғасындағы, бактерияның жасуша қабырғасындағы транспептидазалармен байланысады. Және транспептидазалар басқаша атауы бізде пенициллинді байланыстыратын ақуыздар деп аталады. Аланин қалдықтарын имитациялайды. Жаңағы пенициллиндердің формуласы аланиннің формуласына ұқсайды екі аланинға. Мысалы, D-аланин және D-аланин. D дегеніміз өзі аланин екі түрлі конфигурацияда болады. Бактерияларда аланиннің D деген түрі болады конфигурациясы. Бірақ адамның денесінде аланин амин қышқылы L деген конфигурацияда болады. Сонда пенициллин аланиннің формуласына ұқсағандықтан транспептидазалар аланинмен байланыспайды. Мына жерде қарасаңыздар, екі аланинмен байланысып тұр. Бірақ неге бактерияны өлтіру үшін біз пенициллиндерді қолданған кезде пенициллиндердің жаңа айттым структурасы аланинге ұқсас, сондықтан транспептидазалар сол пенициллинмен байланысады. Сондықтан бұл ферменттер транспептидазадан бөлек пенициллинді байланыстыратын ақуыздар деп аталады. Және байланысқаннан кейін пенициллин сол ферментті инактивациялайды, ферменттің жұмысын тоқтатады. Сонда егер ферменттің жұмысы тоқтайтын болса, бұл фермент жаңағы жасуша қабырғасын түзетін фермент. Жасуша қабырғасын түзетін ферменттің жұмысы тоқтайтын болса, бірақ жасуша қабырғасын бұзатын ферменттер тоқтамайды. Жасушаның қабырғасы бұзыла береді және бұзылуы қабырғаның жасалуына қарағанда көбірек болады, соған байланысты автолизі болады. Жаңа айттым, жасуша қабырғасы үнемі бұзатын ферменттер бар және оны жасайтын ферменттер бар. Әрдайым бұзылып, жасалып, әрдайым жаңарып отырады. Бірақ біз егер қабырғаны жасайтын ферменттер, мысалы транспептидазаларды тежейтін болсақ, пенициллинді беріп, онда жасуша қабырғасы жасалмайды, синтезі жүрмейді, жасуша қабырғасын бір-бірімен байланыспайды. Бірақ жасуша қабырғасын бұзатын ферменттер жұмысын жалғастырады да, одан кейін жасуша қабырғасы синтезі бұзылады. Соған байланысты бұл препараттар жасушаның өліміне алып келеді және бұл препараттар пенициллиндер бактерицидтік әсер етеді. Және барлық бета-лактамды антибиотиктер пенициллиндерден басқа механизмі бірдей, механизмі пенициллиндерге ұқсас, сондықтан пенициллиндер механизмі өте маңызды. Енді мына жерде қарасаңыздар, мынау тұрған бізде пенициллин антибиотигінің формуласы антибиотик. Мынау бізде транспептидаза, жаңағы пенициллинді байланыстыратын ақуыз. Енді мынау екі қызыл бізде аланин конфигурациясы. Осы аланинға мынау транспептидазалар байланысады да, сосын екі жасуша қабырғасын пептидогликандарды бір-бірімен байланыстырады. Бірақ егер біз пенициллинді беретін болсақ, пенициллин мына жерде транспептидазамен байланысады. Транспептидазамен байланысқаннан кейін транспептидазалар тежеледі. Тежелгеннен кейін мынау жасуша қабырғасы бір-бірімен айқаспайды және жасуша қабырғасын синтезі бұзылады. Мына жерде қарасаңыздар, мынау пенициллиннің формуласы, құрылымы, мынау аланиннің формуласы. Екі аланин қосылған кезде осы пенициллинге құрылымы өте ұқсас болып келеді. Өте ұқсас болғандықтан, жаңағы транспептидазалар немесе пенициллинді байланыстыратын ферменттер аланиннің орнына пенициллинмен байланысады да, сосын жұмысы тежеледі. Енді препараттар, бірінші табиғи пенициллиндер, бұған екі препарат жатады. Бізде пенициллин G, тағы да екінші атауы ол бензил пенициллин. Бұл бұлшық етке немесе көк тамырға енгізіледі. Екіншісі пенициллин V, бұл ауыз арқылы қолданылады. Бізде пробенацид деген препарат бар. Пробенацид деген препарат бұл подаграға қарсы дәрі. Бұл дәрі пенициллиндермен бірге қолданылады, себебі бұл препарат бүйректе пенициллиндердің секрециясын тежейді. Егер бүйректе секрециясы тежелетін болса, пенициллиндердің деңгейі қанда жоғарылайды. Сол себепті кейбір жағдайларда пенициллиндердің биожетімділігін жоғарылату үшін пробенацид пенициллиндермен бірге беріледі. Мынау пенициллин G-дің құрылымы, мынау пенициллин V-дің. V кейбір кезде VK деп аталады, соның құрылымы. Енді табиғи пенициллиндерге резистенттілік. Резистенттілік дегеніміз бактериялар
сол антибиотикпен уже өлмейді, антибиотикке қарсы тұрады. Антибиотик сол бактерияларға жаңағы әсері төмендейді. Ол неге байланысты? Бірінші, жаңағы пенициллинді байланыстыратын ақуыздардың өзгеруіне байланысты, немесе транспептидазалардың модификациясына байланысты. Ол не себептен болуы мүмкін? Ол көбінесе сол гендардың, жаңағы транспептидазаны синтездейтін геннің мутациясына, модификациясына байланысты. Сосын, мысалы, пневмокок немесе стрептококкус пневмония көбінесе түрі өзгерген, жаңағы пенициллинді байланыстыратын ақуызды синтездейді, және бұл түрі өзгерген ақуыз пенициллиндермен байланыспайды да, уже пенициллиндерді қабылдамайды. Соған байланысты пенициллиндер мынау нені пневмококты өлтіру үшін сосын кейін жұмыс жасамайды. Сол арқылы пневмококтар жаңағы пенициллиндерге резистенттілік дамытады. Және бактерия жасушаларының өткізгіштігін төмендеуі, жаңа айтып өткендей, грамм теріс бактериялар бізде екі мембранадан тұрады, екі мембранасы бар. Екі мембрананың болуына байланысты пенициллиндер грамм теріс бактерияларға нашар енеді, нашар сіңеді. Олар негізінен қалай сіңеді? Бактерияларға, жаңағы грамм теріс бактерияларға пенициллиндер негізі пориндер арқылы енеді. Пориндер дегеніміз жаңағы сыртқы мембранадағы арнайы каналдар. Ол каналдар негізі қызметі, жаңа айтып өткендей, қоректік заттарды және қалдықтарды тасымалдайтын грамм теріс бактериялардың ақуыздары. Ал пенициллиндер грамм теріс бактерияларға қалай әсер етеді? Сол пориндар арқылы бактерияның ішіне енеді да, осының бактерияның ішіндегі ферментті тежейді. Тежеу арқылы жасуша синтезін, қабырғасының синтезін бұзады. Бірақ бактериялар егер пенициллиндерге арнайы резистенттілік пайда болатын болса, грамм теріс бактерияларды, сол бактериялар пориндердің санын азайтуы мүмкін. Егер пориндер азаятын болса, жасушаның ішіне, бактерияның ішіне антибиотиктің енуі төмендейтін болса, онда бактерия өлмейді. Және бета-лактамаза ферментін бөледі көптеген бактериялар. Бета-лактамаза ферменті, жаңа өзіміз білетіндей, пенициллин бізде бета-лактамды антибиотик, және ода бета-лактамды сақинасы бар. Сол бета-лактамды сақинаға қарсы арнайы ферменттер бөледі, бета-лактамды сақинаны ыдырату арқылы жаңағы пенициллиннің қызметін бұзады. Енді бета-лактамаза ферменті пенициллиндерге қарсы фермент бізде пенициллиназа деп аталады. Бұл бактериялық ферменттер, бактериялар осы ферментті бөледі. Бұл бета-лактамды қосылыстарды ыдыратады. Мысалы, пенициллин G және пенициллин V осы екі антибиотик бета-лактамаза фермент арқылы ыдырайды. Және одан басқа кейбір пенициллиндер, сосын кейбір цефалоспориндер осы фермент арқылы ыдырайды. Ыдырағаннан кейін оның жұмысы тоқтайды. Сонда антибиотиктер, егер бактерия егер бета-лактамаза ферментін бөлетін болса, онда антибиотик бактерияны өлтіре алмайды, себебі бета-лактамаза ферменті антибиотикті ыдыратып жібереді. Ыдырайды, антибиотик әсер етпейді. Көбінесе бұл ферментті бөлетін бактериялар бізде грамм теріс бактериялар. Грамм теріс бактериялар бөледі, нені антибиотикті ыдыратады. Бірақ одан бөлек грамм оң бактерияларды бөлу мүмкін. Мысалы, алтын түсті стафилококк, латынша Staphylococcus aureus. Бұл да бізде бета-лактамаза ферментін бөледі. Енді грамм теріс бактерияларда, жаңа айтып өттік, сыртқы мембранасы бар және ішкі мембранасы бар. Сол екі мембраның ортасында бізде қуыс, бізде аралық, бізде периплазмалық кеңістік деп аталады. Периплазмалық кеңістікте грамм теріс бактериялар бета-лактамаза ферментін бөледі, және бета-лактамаза ферменті осы периплазмалық кеңістікте кездеседі. Және периплазмалық кеңістікте грамм теріс бактерияларда бізде мына жақта бактерияның жасуша қабырғасы болады. Және мына жерде жаңа айтып өткендей, сыртқы мембранада бізде грамм теріс бактерияларда арнайы пориндер болады, арнайы каналдар. Осы пориндер арқылы антибиотик, мысалы пенициллин, грамм теріс бактерияның ішіне енеді, енгеннен кейін осы периплазмалық қуыста транспептидаза ферменттерін тежейді. Транспептидаза ферменті тежелетін болса, мына жерде периплазмада жасуша қабырғасы синтезделмейді. Бірақ осы периплазмада жаңа бета-лактамаза ферменттері бар, және бета-лактамаза ферменті енген антибиотикті пенициллинді ыдыратады, және пенициллиннің қызметін жояды. Ал грамм оң бактерияларды алатын болсақ, мысалы алтын түсті стафилококк.
Бұл бактерияларда периплазма жоқ, себебі бұл бактерияларда тек қана бір ғана мембрана болады. Бір ғана мембрана болғаны байланысты периплазма жоқ, және бұлар да бета-лактамазаны бөледі, бірақ бета-лактамазаны олар сыртқа бөледі. Сыртқа бөлгендіктен бұлар грамм теріс бактерияларға қарағанда ферментті өте көп синтезде және өте көп бөледі. Өйткені бұларда сақтайтын арнайы қуыс кеңістік болмайды, сондықтан бұлар өте көп бета-лактамаза ферментін бөледі. Енді бета-лактамаза ингибиторлары. Оларға жатады клавулон қышқылы, сульбактам, тазобактам. Бұл арнайы препараттар. Бұл препараттар бактериядағы жаңағы айтып өткен бета-лактамаза ферментін тежейді. Егер бета-лактамаза ферменті тежелетін болса, онда бактериялардың ферменті жұмыс жасамайды да, біз берген антибиотиктер, мысалы пенициллиндер, барады сол бактерияны өлтіреді. Бұл бактериялар бета-лактамазаны тежейді, және қалай әсер етеді? Бұл көбінесе пенициллиндерге бірге қосылып беріледі. Пенициллиндерге қосылып беріледі, ол пенициллиндердің әсер ету спектрін кеңейту үшін. Мысалы, амина пенициллиндерге қосылады, және стафилококк қарсы пенициллиндерге осы препараттар, бета-лактамаза ингибиторлар бірге қосылып беріледі. Егер бұл препараттардың өзін жеке қолданатын болса, олардың ешқандай әсері болмайды, бұлар бактерияларды өлтірмейді, және әсері өте төмен болады. Енді пенициллин G және V, бұлардың клиникалық қолданысы. Қазіргі кезде бұлар өте сирек қолданылады, себебі бұл екі препаратқа көптеген бактериялар төзімділік дамыған, резистенттілік дамыған, және бұлардың әсері төмен. Бірақ ең бірінші шыққан кезде бұл препараттар, бұлар өте эффективті препараттар болған, және көптеген бактерияларға қарсы әсер еткен. Қазіргі кезде қолдану спектрі өте тар, және бұлар негізінен стрептококктарды емдеу үшін, және актиномицеттерді емдеу үшін қолдануға болады. Және негізінен қолданысы ол бозғылт трепанема, немесе латынша трепанема паллидиум емдеу үшін. Бұл бактерия бізде сифилис ауруын тудырады, және сифилис емдеу үшін осы препараттар қолданылады. Және сифилисқа әсері өте жақсы. Және өте сирек жағдайларда менингококкты және пневмококкты емдеу үшін қолданылады, бірақ өте сирек, себебі бұл препараттар көбінесе қолданылмайды. Себебі менингококктар және пневмококктар осы препараттарға қарсы резистенттіліктері дамыған, және бұл препараттар көбінесе әсер етпейді. Менингококк дегеніміз латынша Neisseria meningitidis, пневмококк дегеніміз Streptococcus pneumoniae деп аталады. Енді жанама әсерлері, ең негізгі жанама әсері ол жоғарғы сезімталдық, аллергиялық реакциялар. Көбінесе аллергияға алып келеді бұл препараттар. Себебі бұл препараттар саңырауқұлақтан жасалғандықтан, саңырауқұлақтарға қарсы аллергия өте көп, және аллергияны өте көп шақырады. Бірінші рет енгізген кезде сенсибилизация, және екінші рет енгізген кезде екінші экспозия жоғарғы сезімталдық реакциясы. Бұл жоғарғы сезімталдық реакциясының бірінші типіне жатады, бірінші типіне, аллергиялық реакция. Және егер препаратты енгізуді тоқтататын болсақ, қабылдауды тоқтататын болсақ, онда симптомдар жойылады, симптомдар жоғалады. Енді жоғарғы сезімталдық реакциясы жаңа айттық, жедел типі бар. Ол бірінші типті, көбінесе бірінші типті кезінде бізде иммуноглобулин Е бөлінеді, және препаратты қабылдағаннан кейін 1 сағаттың ішінде басталады симптомдар. Бұл кезде гистамин бөлінеді. Гистамин бөлінгеннен кейін қан тамырларды кеңейтеді, қызаруға, қышынуға алып келеді, есек жемге алып келеді, және бронхтарда бронхоспазм тудырады, және өте жоғарғы дозаларда анафилаксия шақыруы мүмкін. Немесе жедел емес реакция, көбінесе аминопенициллиндерге тән. Бұл кезде адамда макула-папулалы бөртпелер пайда болады, және қышу пайда болады, кейбір кезде қышыну болмауы да мүмкін. Және бұл препаратты қабылдағаннан кейін бірнеше күндерден кейін, немесе бірнеше апталарда бұл симптомдар байқалады. Өйткені бұл жедел емес реакция. Және бұл реакция бізде төртінші типті, жаңағы гипер, немесе төртінші типті жоғарғы сезімталдық реакциясы. Ал жедел бізде бірінші типті жедел, жаңағы бірінші типті жоғарғы сезімталдық реакциясы. Енді макула папулярлы бөртпе, бұл көбінесе
вирустық инфекциялар кезінде жиі кездеседі. Мысалы, бізде Эпстейн-Бар деген вирус бар, Эпстейн-Бар вирусы. Және Эпстейн-Бар вирусы бізде фарингит көбінесе шақырады. Және Эпстейн-Бар вирусымен шақырылған фарингит бізде стрептококкты ангинаға өте ұқсас. Және стрептококкты ангинаға ұқсас болғандықтан, стрептококкты ангина бізде көбінесе амоксициклинмен емделеді. Егер біз Эпстейн-Бар вирусымен шақырылған фарингитке қарсы амоксициклинді беретін болсақ, онда ол бізде макула папулярлы бөртпелерге алып келеді. Мынау суретте көрсетілгендей, бірақ бұның механизмі белгісіз. Одан бөлек терілік реакциялар шақырады. Ең қауіпті реакциялардың бірі ол Стивен-Джонсон синдромы. Бұл кезде пациентте қызба болады және терінің некрозы. Тері некрозға ұшырайды да, терінің беткей қабаты түседі. Дерма қабат мен эпидермальды қабат бір-біріне ажырайды және теріде везикулярлы көпіршіктер пайда болады. Мынау суретте көрсетілгендей пациентте терінің некрозына ұшырайды. Бұл өте қауіпті, жаңа өлім шақыратын жағдай. Бұның екі түрі бар. Жаңа Стивен-Джонсон синдромы, егер 30%-ға дейін болатын болса, бізде жаңа терінің зақымы 30%-ға дейін болатын болса, Стивен-Джонсон синдромы деп аталады. Егер 30%-дан жоғары болатын болса, терідегі зақымдану аймағы, онда ол токсикалық эпидермальды некролиз деп аталады. Және токсикалық эпидермальды некролиз ол Стивен-Джонсон синдромының өте ауыр түрі. Және Стивен-Джонсон синдромының өлім көрсеткіші 1-5%, және токсикалық эпидермальды некролиз 25-35% жағдайда бізде өлім шақырады. Одан кейінгі жанама әсері ол интерстициальды нефрит. Бұл бүйректің зақымдануы. Классикалық көрінісі қызба, олигоурия және мочевина креатинінің жоғарылауы, зәрде эозинофилдер байқалады және лейкоцитурия. Бұл жаңағы пенициллиндердің бүйректі зақымдауына байланысты байқалатын клиникалық көріністер. Және гемолитикалық анемия шақырады. Жоғарғы дозаларда гемолитикалық анемия әкелуі мүмкін. Ол қалай әсер етеді? Пенициллиндер эритроциттердің беткейіне барып жабысады. Жабысқаннан кейін иммундық реакция тудырады. Мысалы, мынау бізде эритроциттің беткейіне кеп бізде пенициллиндер кеп бұлай жабысады. Пенициллиндер кеп жабысқаннан кейін бұл пенициллиндерді келіп антиденелер анықтайды. Антиденелер кеп осы пенициллиндерге жабысады, байланысады. Байланысқаннан кейін бұған келеді макрофагтар бұл пенициллинді жою үшін пенициллинмен бірге мынау нені бірге жұтады. Эритроцит жасушасын бірге жұтады да, эритроцитті жояды және сол пенициллин антиген тоже жояды. Осы арқылы гемолитикалық анемияға алып келеді, осы арқылы эритроциттердің санын азайтады. Бұл бізде екінші типті жоғарғы сезімталдық реакциясы жатады. Одан бөлек кластридиум диффисиль инфекциясы. Пенициллиндер бізде диареяға алып келеді. Ол антибиотикалық терапиядан кейін көбінесе басталады. Себебі пенициллиндер қалыпты ішек микрофлорасын жояды. Бірақ бізде ішекте бифидобактерия, лактобактериялардан басқа бізде кластридиум диффисиль деген бактерия бар. Және бұл бактерия өте аз мөлшерде болады. Және бұл шартты патогенді бактерия. Бұл өз уақытын күтеді. Және бұл бактерия бізде пенициллиндерге жаңағы резистентті, пенициллиндер кластридиум диффисильға әсер етпейді. Бұл бактерия қай кезде өседі? Бұл бактерия мынау пенициллиндер ішектегі қалыпты микрофлораны жойғаннан кейін қалыпты микрофлора жойылады. Қалыпты микрофлора жойылса, осы кластридиум диффисиль өсе бастайды. Неліктен өседі? Себебі қалыпты микрофлора бар кезде жаңағы лактобактериялар, бифидобактериялар осы кластридиум диффисильдің жаңағы өсуін тежеп отырады. Егер олар жойылатын болса, кластридиум диффисильді тежейтін бактериялар жоқ, және кластридиум диффисиль тез өсе бастайды да, ол өз кезегінде псевдомембранозды колитке алып келеді. Бұл жанама әсерге тек қана пенициллиндер емес, кез келген антибиотик әкелуі мүмкін. Және бұл жанама әсерді жиі шақыратын антибиотиктер ол клиндамицин, фторхинолондар, цефалоспориндер және пенициллиндер. Стафилококқа қарсы пенициллиндер бізде оксацилин, нафцилин және диклоцицилин. Бұл бүйірлік тізбек бета-лактамды стафилококктың пенициллиназынан қорғайды. Жаңа айттым, пенициллиннің сыртында бүйірлік тізбегі бар, шеткі тізбегі. Соның арнайы формуласы осы
пенициллиндерді жаңағы стафилококк бөлетін пенициллиназадан қорғайды. Сол себепті бұл антибиотиктер жаңағы стафилококктарға қарсы әсер етеді. Бұған жататын негізгі препарат ол метицилин. Бірақ бұл қазіргі кезде қолданылмайды, себебі метицилин жаңағы жанама әсерді өте жиі шақырады. Ең негізгі жанама әсер ол интерстициальды нефрит. Бірақ бұл препараттардың барлығы жаңағы алтын түсті стафилококк қарсы әсері өте жақсы, және одан бөлек көптеген стрептококктарды жояды. Бірақ стафилококктың ішінде бізде мынандай метицилинге резистентті алтын түсті стафилококк бар, немесе ағылшынша MRSA деп атайды, MRSA, MRSA. Метицилинге, мынау препаратқа резистентті алтын түсті стафилококк. Бұл өте резистентті, өте күшті бактерия, және бұл бактерияға қарсы көптеген антибиотиктер әсер етпейді. Бірнеше ғана антибиотиктер бар, ол антибиотиктер кейін талқылаймыз. Тек қана сол антибиотиктер осы бактерияны өлтіре алады, ал көптеген бактериялар, антибиотиктер бұл бактерияны өлтіре алмайды. Соның ішінде стафилококкқа қарсы пенициллиндер, оксацилин, нафцилин, диклоксилин бұл препараттар мынау бактерияны өлтіре алмайды. Бірақ алтын түсті стафилококкты өлтіре алады, бірақ алтын түсті стафилококктың осы түрін метицилинге резистентті бұлар өлтіре алмайды. Келесі, бұл препараттар қай кезде қолданылады? Жалпы қолдануы осы стафилококктық инфекциялар, ол ауруханашылық целлюлит, импетиго, осы бактериялар арқылы шақырылған, және стафилококкты эндокардит, және жанама әсерлері бұл препараттардың басқа пенициллиндерге ұқсас. Енді аминопенициллиндер бұл топқа амоксициллин және ампициллин препараттар жатады. Мынау ампициллиннің және амоксициллиннің құрылымдары. Амоксициллин ауыз арқылы беріледі, таблетка ретінде қабылданады, және ампициллин бізде көктамырға енгізіледі. Көктамырға енгізілетін себебі, егер ішке қабылдайтын болсақ, биожетімділігі нашар, өйткені нашар сіңіріледі ішке. Бұл грамм теріс бактериялардың порин арналары арқылы енеді. Жаңа айтып өткендей, порин дегеніміз ол грамм теріс бактериялардың сыртқы мембранасында болатын арнайы каналдар. Сол арқылы енеді, нені бактерияны өлтіреді. Және бір кемшілігі бұл антибиотиктердің, бұлар бета-лактамаза ферменттеріне сезімтал. Егер бактерия бета-лактамаза ферментін бөлетін болса, онда бета-лактамаза ферменті осы антибиотиктерді ыдыратады, бұл антибиотиктер ешқандай әсер бермейді. Және пенициллин жаңағы әсер ететін бактерияларды, және одан бөлек кейбір грамм теріс, грамм негативті бактерияларды қамтиды бұл антибиотиктер. Негізгі қамтитын бактериялары ол гемофилия инфлюенза, эшерика коли, ішек таяқшасы, протей, сальмонелла, шигелла және листерия. Листерия бізде грамм 10 бактерияға жатады. Гемофилия инфлюенза дегеніміз бізде ол тұмау деген сөз. Тұмау. Және ең бірінші бұл бактерияны анықтаған кезде тұмауды вирус тудыратын білмеген, және гемофилия инфлюенза бізде пневмонияны шақырады, пневмонияны. Ең бірінші рет ғалымдар бұны анықтаған кезде бұл бактерияны тұмаудың бактериясы деп ойлағанда, сондықтан бұны гемофилия инфлюенза деп атаған. Гемофилия дегеніміз бұл қанды жақсы көретін бактерия деген сөз. Гемофилия, өйткені бұл қанды агарда жақсы өседі, агарда. Сондықтан бұл гемофилия деп аталады. Ал инфлюенза дегеніміз бұл тұмауды шақыратын бактерия деп ойлаған кезінде. Енді бұл препараттардың амоксициллин мен ампициллин негізгі клиникалық қолданысы ол ортаңғы құлақтың атиті және бактериялық синусит, осы немен бактериялармен шақыратын, және менингит. Жаңа туған нәрестелерде, қарт адамдарда, жаңа туған нәрестелерде көбінесе менингит осы листерия арқылы шақырылуы мүмкін. Сондықтан біз осы препараттарды береміз. Енді аминопенициллиндер макулопапулезді бөртпе шақырады. Бұл жаңағы макулопапулезді бөртпе көбінесе аминопенициллиндерге тән. Вирустық инфекцияларда жиі кездеседі. Жаңа алдыңғы слайдта айтып өткендей, классикалық жағдай тамақ ауруы бар Эпстейн-Бар вирус инфекциясы. Жаңа Эпстейн-Бар вирус бізде тамақ ауруын шақырады, фарингит. Және ол фарингит көбінесе жаңа клиникалық көрінісі бойынша стрептококкты ангинаға ұқсас. Стрептококкты ангина. Сондықтан көп жағдайда стрептококкты ангинамен шатастырып, дәрігерлер осы аминопенициллиндерді тағайындау мүмкін,
және аминопенициллиндер тағайындаған кезде ол жаңағы макула папулезді бөртпен шақырады. Енді бұл препараттар тері реакцияларын шақырады. Жаңағы табиғи пенициллиндерге жаңа мәселелер өте ұқсас: Стивен Джонсон синдромы, токсикалық эпидермальды некролиз, және бұдан басқа негізі мынау препараттар өте көп шақырады. Сульфаниламидтер, аминопенициллиндер және цефалоспориндер осы Стивен Джонсон синдромы мен токсикалық эпидермальды некролиз өте көп шақыратын антибиотиктер. Бета-лактамаза ингибиторлары бұл препараттармен бірге қосылып беріледі. Клавулон қышқылы, сульбактам, тазабактам бұлар әдетте аминопенициллиндермен бірге қолданылады. Амоксициллин және клавулон қышқылының комбинациясы бізде аугментин және амоксиклав деген препараттар, және ампициллин, сульбактам препараттарының комбинациясы бізде уназин деген препарат. Алтын түсті стафилококк және гемофилия инфлюенза бұлар жаңағы бета-лактамаза ферментін бөледі. Бета-лактамаза ферменті бізде амоксициллин, ампициллин препараттарын жояды. Өйткені бұл екі препарат бізде бета-лактамазаға сезімтал. Бірақ біз клавулон қышқылын, сульбактамына берілген препараттарды қосып тағайындайтын болсақ, комбинация ретінде, онда бұл бета-лактамаза ингибиторлары амоксициллин, ампициллин препараттарының осы бактерияларға қарсы белсенділігін арттырады. Сондай-ақ анаэробты бактерияларға, мысалы бактероидес фрагилиске қарсы белсенділігін арттырады. Және бұл препараттарды біз қай кезде қолданамыз? Жаңағы аминопенициллиндерді негізі ортаңғы атит, синусит, гайморит кезінде қолданамыз. Және әртүрлі тістеген жаралар кезінде, жараға анаэробты әртүрлі көптеген микробтар түсуі мүмкін, соларды осы препараттар қарсы өлтіреді. Және соңғы препараттар, соңғы пенициллиндер, олар псевдомонаға қарсы пенициллиндер, немесе қазақша айтқан кезде көк ірінді таяқшаға қарсы пенициллиндер. Бұл топқа жататын препараттар текарциллин және пиперациллин. Бұл препараттар пориндік арналар арқылы көбірек енеді. Соған байланысты бұл препараттар псевдомона аргинозаға қарсы тиімді, немесе қазақша айтқан кезде көк ірінді таяқшаға өте тиімді. Және аминопенициллиндерге қарағанда грамм теріс бактерияларды қамту спектрі кеңірек. Мынау тикарциллиннің бізде құрылымы тикарциллин басқаша айтқан кезде карбоксипенициллин деп аталады, басқаша атауы. Және мынау пиперациллин. Бұл пиперазин пенициллин деп аталады, басқаша атауы. Бұл препараттар бета-лактамазаларға сезімтал. Бета-лактамаза ферменттері бұл антибиотиктерді ыдырата алады. Сондықтан бұл препараттар бета-лактамаза тежегіштерімен, бета-лактамаза ингибиторларымен бірге беріледі. Мысалы, тикарциллин, клавулонат комбинациясы тиментин деген препарат, және пиперациллин, тазабактам комбинация бірге беріледі. Және бұл препараттар кең спектрлі антибиотиктер. Бұлар көптеген грамм 10 бактерияларды қамтиды, бірақ метициллинге резистентті алтын түсті стафилококкты қамтымайды. Көптеген грамм теріс бактерияларды қамтиды, сонымен қоса псевдомоналар, немесе көк ірінді таяқшаларды қамтиды. Және көптеген анаэробты бактерияларға қарсы әсер етеді. Өте кең спектрлі пенициллиндерге жатады. Және ауруханадағы госпитализацияланған науқастарда сепсисті, пневмонияны емдеу үшін осы препараттар қолданылады.